Түлкі, қойшы, аю ертегісі. Ертеде бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі жүгіріп бір тамға кіріп кетеді. Аю да тамға кірейін дегенде, тамның тар есігінен кеудесі сыйып, бөксесі сыймай қалады. Түлкі тамның бір тесігінен жалт етіп шығып, айналып есікке келеді де, есіктен не әрі кетпей, не бері шыға алмай ілініп жатқан аюды мазақтап күліп кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. Аю әрең дегенде қайта шығып жан-жағына қаранып қойшыға келеді. Сен не көрдің? Дейді аю қойшыға. Қойшы: ойбай, мен не көрмеймін? Бір аюды бір түлкі мазақтап күліп кетті, соны ғана көрдім дейді. Аю ашуланып: егер де осыны біреуге айтсаң, сені жеп қоямын дейді. Қойшы: ойбай, ендеше айтпаймын дейді. Жарайды, әйтеуір айтсаң өлесің деп аю кетіп қалады. Кешке ауылға келген соң қойшы оны ауыл аймаққа айтады. Ауылдағы бала-шағалар естігендерін өлең қылып айтып ойнап жүреді. Мұны аю естіп ыза болып, ертеңіне қой жайып жүрген қойшыға келіп: сенің ешкімге айтпаймын дегенің қайда? Енді сені жеймін дейді. Қойшы: 3 күнге рұқсат бер, үй ішіне ағайын туысқандарыммен қоштасып келейін дейді. Жарайды, 3 күнге рұқсат бердім деп аю кетіп қалады. Қойшы далада жылап отырса, түлкі келеді. Қойшым, неге жылап отырсың дейді. Қойшы айтады: ойбай, осылай да осылай, бәрі сенің кесірің, енді өлетін болдым дейді. Түлкі: ойбай, үндеме, аюдан құтылатын амалын мен табайын, не бересің дейді. Қойшы қуанып: ойбой, не қаласаң соны берейін дейді. Түлкі айтады: маған ендеше бір бүйрегіңді бер дейді. Қойшы: жарайды, берейін дейді. Түлкі айтады: ауылыңа бар да бір үлкен қап әкел. Аю келгенде анау жерде шаңды бұрқыратып мен жүрейін. Аю сұрар: анау не деп? Сонда сен: ол ханның баласы, әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүрде. Аю қорқып: ойбай, ендеше мені жасыр, қайда тығыламын дер. Сонда сен мына үлкен қапқа тығыл деп, қапқа тығып, қаптың аузын мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтір дейді. Екеуі уәделесіп түлкі жөніне кетеді. Келем деген күні аю келеді. Аю қойшымен сөйлесіп: енді жеймін деп тұрғанда, алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. Қойшым, анау не деп сұрайды аю. Қойшы айтады: ол ханның баласы, әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр дейді. Ойбай, қойшым, мені жасыра көр, қайда тығылам деп аю қатты сасады. Қойшы: ендеше мұнда тығыл деп қапқа тығып, қаптың аузын шылбырмен мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтіріп алады. Енді түлкі келіп күліп: бүйрегіңді бер дейді. Қойшы қипақтап, жыламсырап белбеуін шешеді. Белбеуін шешкенде қойшының іші шұрылдайды. Түлкі құлағын тіге қойып: не қыңсылаған дейді. Сол арада қойшы: түнеу күні бір тазының күшігін жұтып едім, сол енді тазы болып ішімнен шығайын деп қыңсылап жатыр дейді. Түлкі қорқып: ойбай, қойшы, ендеше дос болайық екеуміз, тазы шығып кетпесін, мен қашайын деп қаша жөнеліпті. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Қандай кейіпкер ұнағанын астына жаза кетіңдер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.